Мотивациям жоқ. Қолымнан еш нәрсе келмейді. Стоп! Мен сізге мотивацияға толып жүрудің ең аңсат 3 жолын ұсыныс етемін. Бірінші, ешқашан ешкімнен мотивация күтпең, себебі ең үлкен мотиватор ол сіз, яғни өзіңіз. Азанда ұйқыдан тұрып, жұмысқа барғым келмейді, ақшам жоқ, оқуға барғым келмейді деген негативлар менен емес, мен бүгін күнімнің бақытлы өтуі үшін нелер қыла аламын деп позитивпенен басылаң. Сонда сіздің күніңіз позитив форматта басыланады. Екінші, ата-анаңыз ямаса перзентлеріңіз болса, менің мотивациям жоқ деп отыру, ол сіз үшін ұят. Қалай сіз олардың көзін бақытқа толтырып, қуанышқа толтырып, әлемнің ең жақсы күндерін оларға інанбайсыз. Үшінші, қазіргі уақыттағы сіздің ақылыңыз, миыңыз, ақшаңыз жетпейтұғын үлкен мақсатлар жазың. Себебі үлкен мақсатлар сіздің алға қарай әрекет етуіңізге, ізденуіңізге үлкен күш болады.